Assalamu alaikum қазақ елі. Насос төгіміне жерде. Бұны бұған сұғамыз. Далада сиыр туып қалған. Гаубордың мамасы тағы да туыпты, еркек бұзау. Неше күн болып табылмай қалған. Бұта бір күннің арасында туыпты. Соны алып келу керек. Сиырдың желін ісіп кеткен. Бұзау ем алмай қалған. Айдаса жүре алмайды екен. Әлсіз болып қалған. Соны жуамыз. Сонымен үш аяқты мотоциклмен әкелуіміз керек. Ал үш аяқты мотоциклді жуу керек. Жуып болғасын, барғасын сүрен тағы. 27 минут жуады екен мынаны кішкентайым мотоциклдің өзінде. Жуып болдым, енді тамақ ішемде. Тамақ ішкенше бұл кеуіп тұрады. Сосын барып алып келем бұйыртса. Ал бұйырса мотаны жуып чайып алдық, тауға кеттік. Болашақ чемпион бұзауда келеміз. Гаубордың інісін, Алла қаласа. Қызылағаш тоспасы. Ақтам деген ауыл. Жаңбыр жауды, үсті бас малмантай су болды. Өзеннің бер жағындағы фазендаға келдік. Нөбір аралықта өзен бар. Анау кигіз үй, оның ар жағында базда бұзау бар. Оны енді қайтып көтеріп әкелдік. Бұзау жүрмей қалған дейді. Міне өзен. Қызылағаш өзені. Мынаның ар жағында. Мына кісі мен өткізіп тұтайтын болды, көмектесіп бұйыртса. Аға, өзенін өткізіп атпен. Енді мына жаққа барамыз. Ностан шыға алғанда бір кигіз үй тұр. Міне кішкентай қос. Лашық. Так. Анау жаңағы қанды өзен, Қызылағаш өзені. Міне жаңағы қостың қойы. Менің бұзауым арғы базда тұр деген енді. Сиырмен көреміз барып. Жаяу айдап кеп өзеннің жағасына келгенде жаңағы кісі болмаса осы үйдегі кісі біреуге жалынамыз енді. Жүрмейтін бұзауды жаяу көтеріп өту қиын ау маған. Құдайдың басқасылғанын көреміз. Жарайды. Яу бісміллә, Алланың қалауымен сиырым анау жақта екен. Аралықта міне қойшы ата мен апаның үйінен дәм татып, шай ішіп, енді малын шығарады. Қазір ата екеміз атпен ана суды анау жерден ішеді екен. Ана бастаудың. Ана мен сиырым бар жердің ар жағында талдар тұр ғой. Сол талдың ар жағында бастау бар екен. Соған как-раз суға барам дейді. Атамен бірге барып сиырымызды айдап келіп бұйыртса өзеннен өткізіп қоям дейді. Өзеннің ар жағында не бар? Менің үш аяқты мотам тұр, о неде? Өзеннің ар жағында ана ненің жанында? Фазенданың жанында. Видео тағы да түсіретін болам. Ұстайын ба ата? Ұстата ма? Аппа. Сауасы ғой. Қозылар бар емізетін. Үйреніп қалған ғой, жуас қой. Қойлар тура көтеріліп жүні өздігінен түсейін деп қапты. Қой өрдіріп атырмыз. Қоч. Тойып тұрма, өріске барғысы келмейді құлым. Бәсе? Өргісі келмейді. Қойдың өргенін бір тартып алайық. Мынандай орай бола бермейді, барлығы тартылып жатыр ма? Күніге мұндай орай болмайды. Ayda.
Koç. Namlat setki biğik eken, түсіп алғанымды айдайтын едім ішіне. Секіріп кеп жүретін жері жоқ болып тұрды. Секірейін десем бүлдіріп алатын секілдім. Koç. Қозылар ерте туған секілді марқа болып кетті алды. Koç. Көбісі Гісар мен Еділбай шатыс қазақ қойлар екен. Az не бар екен. Метіс қойлар. Koç. Кіре алмай өкініште қап тұрмын. Қай жердің малы ата мұнау? Kızlağaç. Қызылағаштың малы екен. Haydi. Pişt. Çek. Koç. Былай қарай өреді екен мал. Мен енді ішіне кіріп ардын айдайын. Сол қызық маған. Бісміллә. Қой айдамағалы қай заман. Кемінде 10 қанша жыл болған шығар. Бала кезде оқимыз деп малдан ауаша болды. Осы 2 сиырды канал ашып, бұқа борлап жүргеніміз болмаса, мал дегеннен алшақ кеткен қашан. Егінмен, жүгермен айналысқамыз, көкөніспен айналысқамыз, оқу деген сылтаумен кеткенбіз. Енді біз анау атпен бұзау жаққа барамыз. Ата бұзау сиырды айдасып, өзеніне түсіп берем деді бұйыртса. Сонысы ең үлкен қуаныш болды. Өлмеген өлі балық жолығады деген жолы болғыш жігіттерім деп ойлаймын өзімде. Өзеннен бері қалайда өттім, адам табылды. Ары қалайда өтем, адам табылды. Сиырымды да бір кісі жаққа қамақ қойды. Барлығы осы. Қазақ деген халықтың менталитеті біреуге болсын деп тұратыны, көмектескіштігі соның арқасы. Аман сау болыңыздар. Ата қойды өргізіп өзенге қарай түсіріп келем дейді, маған жүре бер, атпен жетіп алам дейді. Болмаса мен ат бере алмай қалам ғой. Жақсы болды. Алыстан көрсетейін. Мынау уақыттық қора, мынау уақыттық қазақ үй. Мұнда менің қарғаларым жүр, естеріңізде ма? Менің ауламда. Бұлар ештеңе таппай қалған қорама кіріп, қаланың астауындағы жемге дейін жеп кететін. Осыған болыстар ғой. Қазір енді қора жақта жоқ. Жаз, жейтін жемістері көп. Сосын балалау керек дегендей. Міне, ата келе жатыр. Ата атпен келе жатыр, көріне ме? Сиыры мәне тұр екен. Атам не келді? Аяқ қалды. Суға келе жатыр, суға. Атқа жеткізбейді екен аға мені? Atla жеткізбейді маған. Бәрін қол жеттім атты. Тор атты. Атқа жетілмей қалам ба десем, ат маған жетілмей қалды ол. Бұның бұзауы қайды екен. Табиғат әдемі. Жаңбыр бірде жауып бірде ашылып тұр. Мынау базы тозыңқы екен. Түсіріп қойып түсірмей қойын, иесі көріп шамдан жүрмесін. Чөпеней, Ковбордың інісі. Бұның әкесі Джон Сина. Шешесі жаңағы бұзау. Шешесі жаңағы. Не болды саған? Джон Синаның баласы. Асауын-ай, жаным. Джон Синаның баласы мұнау.
Göremiz endi sıyır kalay kaçat eken. John Cena'nın balası. Ey, asa bu kötü özünçe. O şişeğinin balası. Koyma, yenisine kosып olayın. Тығылғанын қарамайсыздар ма, тығылған. Кең ауыт сізген John Cena'ның баласы. Анан қарайшы. Қоян қысап тығылып отыр. 2-3 күн далаға туылғанға жабайы болып қалған. Болашақ чемпион John Cena'ның баласы John Cena. Енесі тарғыл бұққа болған, аты John Cena болған. Әкесі осы фазенда да ер жеткен. John Cena'ның баласы. Бұл әкесі туған жерге бұл да келді, туылды. Yo bismillah mine. John Cena'ның баласы. Cowboy'дың інісі, мынау Cowboy'дың мамасы. Bismillah бұйыртса. Жаңағы атамыз су алғалы жатыр, су алып келеді артымнан. Өзінен өткізіп қоямын деген өткізіп қояды бұйыртса. Тәкең не үшін мал бордақылайды дегенде, мынау қалада жайғаның осындай азабы бар. Жаңбыр болады, қар болады, жоғалады іздейсің. Қорада болса әйтеу. Жаңбырда ұйықтайсың, қарда ұйықтайсың, ұйқың қанғанда тұрасың. Қорада даяр тұрған малға жем шөбін бересің. Проблема аз да. Мынау енді жаңбырға түсесің. Малшы болу оңай емес. Мүмкіндік болса қорада ұстағанға жетпейді. Енді ол да оңай емес. Оның жем шөбін тауып беруім керек. Ол да айтмайды, ауырады, сырқайды, түндегі сағат 2-де шешіледі деген секілді. Бірақ бәрібірде мынау далада жүргенде емес та. Жаңбыр қарға қалмайсың да, ең жақсы жер. Жаңбыр ма, қар ма, үйінде күтіп отырасың. Мына жерден далада кіретін тесігің жоқ. Жаңбырға түсесің, дәл қазіргідей. Қарға түсесің, боранға түсесің, жоғалады, үсүйді, өледі. Адамда, малда, апатта. Ондай жағдайлар болған. Өзеннің шетіне келдік. Енді атаны күтейік. Ата кеп мен өткізіп жүрем деген. Бұзау маймақ па, не біле. Өзеннің жағасы тоғай, ну, жыныс. Сиыр осындай жерге бұзауын жасырып қояды. Енді атаны күтеміз. Ата кеп мен өткізіп қоям деген. Үркітіп алмайын. Қашып барады менен үркіп. Қайда қашасың, не? Жайылсын, пока алыстан бақыламасақ. Сағат 5-тен кетті. Мынау өзен, сиыр анау жерде тығылып жайылып жүр. Тауып аламыз, үркітсе үркіге беретін секілді. Мынау өзеннен енді жаңағы бұзау өте алмайды ау. Бұзауды қойып мені де ағызып кететін секілді. Өзеннің ағысы қатты. Енді жаңағы ата кеп өткізбесе. Жаңағы ата келіп өткізбесе, мына өзеннен өту қиын, өткел беретін өзен емес. Мына өзеннің суы тасып жатыр. Бұзау мен сиыр анау жақта. Ата қай жерден келеді екен, бір жерден келеді. Атаны күтеміз. Күн сіркіреп, күркіреп тұрып жауып жатыр. Мына отының ішіне тығыламыз бізде. Қатты жаңбыр кесе. Келіп те тұр. Үстімізде міне су малмандай. Бұқа байлау керек дейтін сол. Жаңбыр қарда үйде боласыздар. Мына жерде отын көп негізі. Тығылып отырып қарайтын болсаңыз, сиыр бұзауын емізіп жатыр. Көрдіңіздер ме? Міне құйрығын бұлаң-бұлаң еткізеді. Отының ішінде камерамен үлкейтіп көрсеттік, енді алыстатамыз. Сиыр менен тығылып тұр, мен сиырдан тығылып тұрмын. Ата кесе өтеміз бұйыртса. Ағаштың түбінде тығылып жаңбырдан отырмыз. Жаңбыр деген жауып тұр. Өмірге келгеніңе өкінбесен, өкінбесен. Өмірге келгеніңе. Өмірге келгеніңе өкінбесен. Жаңбырдан соңғы қырлардай дүние кетер жаңарып.
Айтуым тез болса да, сөз табу қиын мұндайда. Атам-ау мені қинамай, атпен тез келсең болмай ма? Атпен тез келсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңнен, ботадай көзің мөлдіреп, жалт ете қалған кезіңде кетеді жаным елжіреп. Мына жақ жаңбыр, мына жақ күн. Жаңада жаңбыр болған. Ата келетқан шығар бір жерде. Осы жолмен шығып, жаңағы Қойшатаның қосынан одан ары қарай фазендеге барып сиырды алып кеп, мына жерге қойып қойдық. Сиыр менен тығылып жүр, мен сиырдан тығылып жүрмін. Атаны күтіп жүрміз бәріміз общем. Мына жақ күркіреп сарқап жауып отыр, бізден жауып өтіп кетті. Алаулап нұрың жүзіңнен, ботадай көзің мөлдіреп деп, атаны күтіп тұрмыз ғой, жалт ете қалса сол ата деп. Жан сина ем тойып алды, енесін желін сыздап жүр. Атаның дауысы шығады мына жақта. Ата таяп қалды ау деймін. Әзір ата жан синаны өткізеді, сосын мені өткізеді. Қалай істейді екен? Ата әне кепті. Бісімілі бұзау өтті. Атаға мінгесеміз. Туас па? Амандек міне. Баған өкініште қалып қалғам. Олай өткен адам тартпай қаптын өзімді. Енді тартып ал міне. Енді бісімілі. Олар ол жауын жауып жатса. Ой, мынау не қауып кеттің ей? Ауып кетті ма? Ауып кеттің ғой сен домалап. Түсі болайын мен, тоқ. Түс кетті. Қоз. Бісімілі, рахмет аға. Алан, сау болыңыз. Сізде тартып ойын арғылай өткеніңізді. Рахмет ата. Сирек кездесетін орайлар, сау болыңыз. Мен сиырым қайда кетті. Сиырым көзін таса болып қалдық қой. Ой, әкем. Не кетіп барады екен. Көрім болды. Отының арасына қарап тұрады ғой. Терак, бұны өрге қарай шығару керек. Видеоны көріп қоя тұрам. Бісміллә. Шықтық жазыққа. Енді мотоциклге қарай барамыз бұйыртса. Бұзау болдырып қылатын болса, шаяқты мотоцикл бар. Дей тұрған мен болдырмайтын секілдім. Мен ерілмей келем. Ата не кетіп барады. 5'te 4 есек, 5,4 есек көйттік. Енді өз қалтына кесек. 3 аяқты мотоцикл әне тұр. Мынау енді мен соны мініп келгенше құлдилап кетпесе болды. Мынау сайға құлдиласа қанша өзіне өтіп кетеді. Құлдиламаса болды енді. Көреміз басқа азған. Енді мен 3 аяқты мотоциклге баруым керек негізі. Міне сиыр бұйыртса жолмен өз үйді білді. Ақырын қайтып барады. Мен мотонда демалдырып, бұзауды да демалдырып, ақырын артынан еріп жүрім. Өте жақындасам бұзаудың өкпесі күйіп кетеді. Сиыр қатты жүрем дейді, бұзау ерем дейді дегендей. Сол үшін осылай міне тоқтап жүріп. Жеті күн жоғалып кеткен сиыр өзінің бұрынғы атамы екеніне қайта қашып кетеді. Бошалап кеткен табыннан, кезектен. 7 күн таппағамыз. Кеше бір малшы көрген. Содан фазендасына қамақ қойды, соны бүгін алып келдім. Рахмет оған. Маймаң етіп ұстатқызбайды. Шаяқты мотоциклге басы болайын десем. Жатты не, барсам қашып кетеді. Маймаң етіп. Ақыры қоймай жүріп ұстадық. Бұзауды желкесінен мойнынан асырып аяғына байлап қойдық. Сонда тұра алмайды екен.
Mine sıyır dem altı oturum. Oba olmasın deyip артынан жүгіріп жүр тура. Әдісінен таптық. Чоттам. Үйге жетіп алайын боттам. Бұйыртса ауылға да таядық. Сиыр жүгіріп келеді. Мен күтіп тұрым бұзау міне еркек бұзау. Күнде батайын дед ауылға да міне келіп бұйыртса. Алла қаласа. Жоңғар Алатауына қар жоқ болған ғой. Ана ол тұрған Жоңғар Алатауы. Жау жүрек мың бала деген фильм түскен жер. Сатай Батырдың түскен жер киноға. Сиыр келді, таптық сиырды. Келді, болашақ чемпион. Аяқ киімнің боуымен байлағамыз енді. Парашюттің жібімен байлаймыз. Бұйыртса, бисмилла. Бүгінгі саяхат. Бұйыртса өз орнына келді. Енді мыналардың жем суын беру керек, кеш кесекте.